Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Қызылорда облысы Жаңғырған ауданы Жаңғырған аграрлы-техникалық колледжінің физика пәнінің оқытушысы мен Алпамышева Қарлығаш Орынбасарқызы. Біздің бүгінгі тақырыбымыз магнит өрісі, магнит индукциясының векторы деп аталынады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты студенттердің бойында магнит өрісі жайлы түсінік қалыптастыру және магнит индукция векторы деп аталынатын жаңа физикалық шамамен таныстыру болып табылады. Бүгінгі сабағымыздың барысын мынадай бөлімдерге бөлдім және осы бөлімдер бойынша біз сіздермен қазір жұмыс жасаймыз. Ең алдымен өткен сабақтар бойынша білім деңгейлерін тексеру, үй тапсырмасын сұрау. Бұл тақырыпшалар бойынша сіздердің жіберген жауаптарыңызды мен талдадым және бұл бөлім бойынша сіздердің бағаларыңызды қорытып шығардым. Жаңа сабаққа кіріспес бұрын ой қозғау ретінде екі тапсырма сіздерге әзірледім. Бірінші тапсырма тұлғаны таны деп аталады. Бұл жерде көрсетілген ғалымдардың кім екендігін, яғни аты жөнін, қай елдің ғалымы, физика ғылымына қандай үлес қосты және қазіргі уақытта осы кісілердің құрметіне қандай физикалық шамалардың өлшем бірліктері аталынып келеді. Осыны анықтап, кесте түріне түсіріп, маған жекеме тапсырма ретінде жібересіздер. Екінші тапсырма құрылғыларға сипаттама деп аталады. Бұл жерде сіздерге физикалық құрылғылар берілген, осы құрылғылардың аты не, қандай шаманы өлшейді және біз тізбек құрған кезінде қандай белгімен белгілейміз, осының барлығын бір-біріне сәйкестендіріп, маған жекеме тапсырма ретінде жібереміз. Жаңа сабақты түсіндіру, магнит өрісі, магнит индукциясының векторы деп аталынады жаңа сабақ. Студенттер, біз сіздермен бәріміз білеміз, электрлі заряд алған денелердің айналасында электростатикалық өріс пайда болады. Осы электрлі заряд алған денелеріміз қозғалысқа келсе, яғни ортада электр тоғы пайда болса, оның айналасында магнит өрісі пайда болады екен. Бұл құбылысты ең алғашқылардың бірі болып 1820 жылы дат физигі Эрстед тәжірибе жүзінде ашқан. Ол тоғы бар өткізгіш маңына магнит стрелкасын қойсақ, стрелканың тоқ бағытына қарай бұрылатындығын байқаған. Тоқ өткен өткізгіштердің өзара әсерін біз магниттік өзара әсерлер деп атайды екенбіз, және осы өткізгіштердің бір-біріне әсер ету күшін магниттік күштер деп атайды екенбіз. Мына жерде толығырақ сіздерге бейнеролик жасадым, яғни сілтеме бойынша интернет желісінен бейнероликті тамашаласаңыздар болады. Магнит өрісі дегеніміз не? Осыған нақты анықтама беріп өтейік. Магнит өрісі дегеніміз материяның ерекше бір түрі болып табылады екен, және электрлі заряд алып қозғалысқа келген денелердің айналасында пайда болады екен. Магнит өрісінің тәжірибе жүзінде тағайындалған мынадай негізгі қасиеттері бар. Яғни магнит өрісін электр тоғы тудырады және магнит өрісі электр тоғына тигізетін әсерден барып қана бізге байқалады екен. Магнит өрісінің біз білеміз, оңтүстік және солтүстік деген полюстері болады және күш сызықтары болады. Осы күш сызықтарының бағытын анықтау үшін қосалқы ережелерді біз қолданады екенбіз. Брандай ережесі магнит өрісінің күш сызықтарының бағытын анықтауға қолданылады. Сол қол ережесі магнит өрісі тарапынан өткізгішке әсер ететін күш бағытын анықтауға қолданылады екен. Магнит индукция векторы дегеніміз магнит өрісінің күштік сипаты болатын векторлық физикалық шама болып табылады және бұл физикалық шаманы біз ағылшынның үлкен B әрпімен белгілейміз. Формуласы мына жерде сіздерге көрсетіліп тұр. Өлшем бірлігі 1 тесла екен. Магнит өрісінің векторының бағыты оңқай винт ережесі бойынша анықталады және бұл магнит индукция векторы үшінде суперпозиция принципі бізде қолданылады екен. Формуласы міне сіздерде слайдта көрсетіліп тұр. Бүгінгі сабақты бекіту үшін кестемен жұмыс сіздерге әзірледім. Берілген сөздерді орыс және ағылшын тілдеріне аударамыз. Маған жекеме тапсырма ретінде жібереміз. Сіздерге серіктеу сәтіне бірнеше жұмбақтар әзірледім. Осы жұмбақтарды шешеміз. Және де осы жұмбақтардан шыққан сөздерді орыс, ағылшын тілдеріне аударамыз. Жекеме тапсырма ретінде маған жібереміз.
Алынған білімдерді бекіту үшін есептер шығару бөліміне де келіп жеттік. Бұл бөлімде 3 деңгей бойынша сіздерге есептерді әзірледім. А деңгейі ток күшін анықтауға арналған есептер, яғни бұл жерде оңай есептер 3 есеп бердім. Б деңгейі әртүрлі ортадағы электр тоғы тақырыптарына арналған есептер, қиындығы орташа деңгейлі есептер. Бұл жерде де сіздерге 3 есеп берілді. Және С деңгейі мәтіні ағылшын тілінде берілген есеп, мәтінді қазақ тіліне аударамыз және есепті шешіп, жауабын маған жекеме тапсырма ретінде жібереміз. Соңғы тапсырма тест тапсырмалары. Бұл жерде сіздерге 3 нұсқа бойынша тест тапсырмаларын әзірледім. Тест тапсырмаларын шешеміз және тест тапсырмаларының жауабын мына кесте түріне келтіріп, маған жекеме тапсырма ретінде жібереміз. Бүгінгі сабағымызды қорытындылау, студенттерді бағалау бұл оқытушының жұмысы болып табылады. Студенттің өзіндік жұмысы эрстед тәжірибелері тақырыбында баяндама жазу және слайд әзірлеу болып табылады сіздерге тапсырма. Және үйге тапсырма мына 2 әдебиетті қолдансаңыздар болады. Қосымша интернет ресурстарын кеңінен қолдана білулеріңізге болады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.